Sidek Daslan, Murat Kazajar, Sidek Daslan, Nurdan Baura, Kenjet Yaman. Өткен сабақта мен сіздерге үй жұмысына теспен және кесте берген болатынмын, орындап келдік пе? Дәптерлерімізді ашамыз, мен бағыттанды тексеріп шығайын. Оны тексеріп жүрген Жарайсыңдар балалар, үй жұмыстың бағыттарын орындап келіпсіңдер. Енді бүгінгі біздегі жаңа тақырып аталық және аналық гаметалардың құрылысын зерттеу. Сабақтың мақсаты микроскоп көмегімен аталық жыныс жасушалардың құрылысына сай қызметтерін сипаттау. Бақылау критерийлері бізде аталық және аналық жыныс жасушаларының құрылысы ерекшеліктерін микроскоп көмегімен қарап салыстырады, және де екінші аталық және аналық жыныс жасушаларының ерекшеліктерін кестеге толтырады. Енді біз бүгінгі сабақта бастайтын болсақ, тәулігіне қажетті. Мысалға, тағамдар бізге көмірсулардан, нәрмұздардан, сулардан және минералды заттардан, майлардан тұруы қажет. Яғни, адам бір тамақ ішкен кезінде 400-500 грамм көмірсу болу керек, нәрмұздар болу керек, 90-100 грамм су болу керек, және минералды заттар және майлар болып тұру керек. Адам химиялық қосылыстар жиынтығынан, яғни органикалық заттардан, нәрмұздардан, нүктелі қышқылдардан, майлардан, көмірсулардан. Адамның бізде организмі 60-70% судан, 34% органикалық заттардан, 6% биорганикалық заттардан тұрады. Міне, органикалық және биорганикалық деп бөлінеді. Ол бізде өзінің ішінен үшке бөлінеді. Макроэлементтер, микроэлементтер және ультрамикроэлементтер. Қазір бұны сабақтың басында түсіндіре жатармын. Енді мына неге кестеге зер салып қараңдар балалар, осы туралы қазір тапсырма болады. Мына жерде элементтер берілген және элементтердің адамның ағзасындағы биологиялық маңызы. Мысалға, көміртекті қарасақ, ол деген нәрмұз, көмірсулар, майлар, нуклеин қышқылдары және АТФ-тің негізін құраушысы болып табылады. Сосын кальций, ол бізде суына қатысады. Одан кейін келесі бізде натрий, ол жасушадағы осмос қысымын тұрақтатады. Қышқыл, сірті байланысын реттейді, жүйке талшықтарының бойымен жаңағы импульстарының, мысалы адамның нервтары болады ғой, соның жақсы жүруіне бізде натрий әсер етеді. Енді калий, ол деген жаңағы жасушаның ішкі сұйықтығының негізінің құраушысы болып табылады. Темір болса, ол жаңағы гемоглобин мен цитохромның құрамына кіріп отырады, соған әсер етеді. Йод бізде қалқанша без гормондардың маңызды жаңағы құраушысы болып табылады. Сосын кобальт бізде қызыл қан түйіршіктерінің көбеюіне әсер етеді және де В2-ге қатысып отырады. Енді бізде мына слайдта жаңағы биологиялық маңызын айттық қой. Келесі бізде адам организміне химиялық элементтердің жетіспеушілігінен, яғни мына элементтер жетіспеген кезде не болады деген сұраққа жауап береміз. Мысалға, бізде кальций жетіспесе, қаңқаның өсуінің баяулауы пайда болады. Яғни қаңқаның
екінші оқу мақсатында тамақтану туралы айтқан болатынбыз. Қазір осы біздің мақсатымызға жетеміз. Тамақтанудың дұрыс ұйымдастырылуы ол адам ағзасының барлық мүшелері мен жүйелерінің қалыпты қызмет атқаруы үшін дұрыс ұйымдастырылған тамақтану тәртібі болып табылады. Тамақтанудың сауаттылығының 5 негізгі жаңағы өзінің функциялары болады. Біріншіден, тамақ құрамында негізгі қоректік заттардың болуы, яғни нәруыздар, майлар, көмірсулар, сосын яғни жаңағы пайдалы заттар, көкөністер сондай жеуіміз керек. Екіншіден, тамақ рационында қосымша заттардың болуы, мысалы витаминдер, микроэлементтердің болуы. Үшінші, тамақ нәрлігі адам жасына, денсаулық күйіне, табиғат климатына байланысты, яғни әр адам өзінің жасына сай тамақ тұтынуы керек. Төртінші, тәулік бойынша тамақтану тәртібінің мөлшерін сақтау. Яғни ол таңертең, түсте, кешке, бізде деген мысалға кешкісін жатар кезде жеңіл тамақ жеу керек, ал түсте біз деген жаңағы тойып тамақтануымыз керек. Таңертең де тоже тойып тамақтануымыз керек, түсте тоже тойып тамақтану керек, ал жатар кезде уже бізге жеңіл тамақтануымыз керек. Тамақтанудың санитарлық гигиеналық нормаларға сай болуы, яғни жаңағы қолымызды жуып, мысалы көкөністер бірдеңе жейтін болсақ, солардың барлығын жуып, солай жеуіміз керек. Енді оларға жеке тоқталатын болсақ, жидектер, қызылша, жаңғақ, картоп. Осы жидектер бізде ол қан тамырларын тазартып, оның құрамындағы холестеринді жоятын өнім болып табылады. Ал қызылша тамыр жемісі мен жапырақтардың белок көп кездеседі, кальций бар болып келеді. Сосын жүйке жүйесінің қызметімен жүрек бұлшық еттерін реттейді. Картоп ол бізде екінші нан деп аталады. Өйткені оның ішінде 2% белок болады, 0,4% май болады, 16-18% крахмал болып табылады. Ал жаңғақ біздегі ол деген жаңағы шығыс данышпандары, оны бізде ақылды өнім деп атаған болатын. Яғни жаңғақ ол жаңағы адамның миының жұмыс жасауына, жақсы жұмыс жасауына әсер етеді. Енді балалар сабақты бастайтын болсақ, сперматозоид ол грек тілінен аударғанда сперма деген ұрық деген, ал зоо деген ол тіршілік иесі деген мағынаны білдіреді. Оны 1667 жылы сперматозоидты скоректілердің спермасынан Левин Гук деген ғалым тапқан болатын. Терминді ғылымға 1827 жылы Бер деген ғалым енгізген. Сперматозоидтар аналық клеткалардың өте кішкентай мөлшерлерімен, санының көптілігімен және қозғалғыштығымен ерекшеленеді. Сперматозоидтардың құрылысы 3 бөлімнен тұрады: басы, мойны және құйрығы бөлімдерден тұрады. Жануарлардағы сперматозоидтың ұзындығы әртүрлі болып келеді. Мысалы, омыртқалы жануарларда 10-100 микромиллиметр болса, жәндіктерде бірнеше миллиметрде болады. Ал адамдардың сперматозоидтардың орташа көлемі 16-19 микромиллиметрді құрайды. Сперматозоидтардың негізгі қызметі ол аналық жұмыртқа жасушасымен қосылып, жаңа ұрпақтың пайда болуын қалыптастырады. Енді аналық жыныс жасушасына келетін болсақ, ол бізде яйцеклетка деп аталады орыс тілінде. Ол деген бізде жұмыртқа және жасуша деген гректің, латынның екі сөзінен құралған. Ядросында хромосомалардың жекелеген жиынтығы болатын, пісіп жетілген ырғасы жануарлардың жыныс жасушасы болып табылады. Сперматозоидтармен салыстырғанда аналық жыныс жасушасы, яғни жұмыртқа жасушасы саны өте аз болады, көлемі бірнеше есе үлкен. Овоцит дегенді оны келмеді, универге түсіп жатқанда өтетін боласыңдар солай. Жұмыртқа клеткасының пішіні дөңгелек немесе сопақ болып келеді. Ол дене жасушасына тән құрылымдардан құралған, бірақ оның цитоплазмада центросома органелласы болмайды. Ядросында хромосомалардың гаплоидты жиынтығы болады. Гаплоидты деген яғни тақ жиынтық болады, диплоидты деген ол жоқ.
Енді мына суретке назар аударсақ, бұл бізде жұмыртқа жасушасының құрылысы. Мына жерде ядро бар, сосын жұмыртқа жасушасы міне. Одан кейін жұмыртқа жасушасының қабықшасы, мына сыртындағы сарыны көріп тұрмыз ғой. Сосын мына шетіндегінің барлығы сәулелі тәждер деп аталады. Жаңа апоцит деген сөз нені білдіреді? Аналық жыныс жасушасы. Жарайсыздар. Бізде аналық жыныс жасушасының ерекшеліктері: бірінші, көлемі үлкен болады, екінші, центроидтары болмайды, сосын қозғала алмайды, сарыуыз және сарыуыз қабаттарынан тұрады, ұрықтандыруға белсенді қатысады, сосын арнаулы қабықшалары көп болады. Мен алады бізде жұмыртқа жасушасы және сперматозоидты. Жұмыртқа жасушасы яғни жаңағы аналық, ал сперматозоидты аталық. Енді олардың екеуінің қызметтері және ерекшеліктеріне тоқталатын болсақ, қызметтері жұмыртқа жасушасында ұрықтық қоректік заттармен қамтамасыз ету және генетикалық ақпаратты сақтап отырады. Яғни жұмыртқа жасушасында қоректік заттарды қамтамасыз етіп, сосын анадан балаға берілетін жаңа белгілерді сақтап отырады. Және де оның ерекшеліктері 0,1 миллиметрден 20 сантиметрге дейін ірі және ол орнынан қозғалмайды. Құрамында қоректік заттардың үлкен қоры бар. Яғни айттық, 1 миллиметрден 20 сантиметрге дейін ірі және қозғалмайды. Яғни көлемі үлкен болады, бірақ орнынан қозғалмайды. Құрамында қоректік заттардың үлкен қоры бар. Яғни жаңағы қоректік заттармен қамтамасыз етеді деп қой. Соның үлкен қоры орналасады. Ірі ядрода гаплоидты жиынтықтағы хромосомалар болып табылады. Енді сперматозоидтар аталуға келетін болсақ, аналық жасушаға генетикалық ақпараттарды жаңағы енгізіп отырады. Аналық жасушаның дамуына жаңағы ынталандырады. Сосын оның ерекшеліктері 70 микромиллиметрді құрайды. Кішкентай және қозғалмалы болып келеді. Басы, мойны, оның құйрығы бар, яғни денесі болады. Шағын ядрода гаплоидты жиынтығы бар хромосомалардың құралып отырады. Қоректік заттардың қоры жоқ, яғни бұл жерде қоректік заттарды жинамайды, жұмыртқа жасушасы сияқты. Сосын жаңағы гидротикалық ферменттерден тұратын лизосома бастың алдыңғы жағында орналасқан акросомалардан тұрады. Акросома ол аналық жасушаны қабығын ерітетін ферменттерді бөліп отырады. Митохондрия мойнын түзіп, құйрықтың қозғалысын қамтамасыз етіп, энергияны бөліп отырады. Енді балалар тапсырма орындамас бұрын бір видеороликті көріп алсақ, видеоны көріп алсақ. Екі бөліктен тұрады: ішкі және сыртқы. Достар, сіздер арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ішкі ол аталық жыныс безі, қосалқы шәует бауы, шәует көпіршігі, қуық алды безі, ал сыртқы мүшелерге ума және де жыныс мүшесі жатады. Аталық жыныс безі ума ішінде орналасқан екі түрлі қызмет атқарады. Ер кісінің гормондар, яғни андрогенді бөледі, және де ер кісінің ұрығы сперматозоидты тасып шығарады.
тұрады. Аталық жыныс безінің ішкі құрылысы. Бірінші құрылысы ол сперматоген, яғни ер кісінің жасушасынан сперматозоид шығады. Ал екіншісі сартолле жасуша, ол сперматоген жасушаны қоректендіріп тұрады. Ирек түтікті ұрықтық түтікке түседі, жыныс безінің қосалқысына барады. Шәует өзегі, вена, лимфотамырлар бар, дәнекер қапталған қабықпен қапталып, шәует бағу деген атпен шат каналымен жүріп барып іш қуысына түседі. Шәует өзегі ол кіші жамбас астауында шәует көпіршігіне келеді. Ұзындығы 40-50 см, қабырғасы 3 түрлі қабаттан тұрады. Шырышты, яғни ол ішкі қабаты, ортасы бұлшық еті және де сыртқы жағы дәнекер ұлпалы қабаттардан тұрады. Ал енді шәует көпіршігіне келетін болсақ, ұзындығы 5 см, қуық пен түтікшенің арасында қабырғасы 3 қабаттан тұрады. Сперманы уақытша ұстап тұратын қойма десек те болады. Шәует шығарушы түтікке жалғасады. Қуық алды безі шәует шығарушы өзекті қоршап жатады және де сөл бөледі. Сперманың құрамына кіреді. Ал енді аталық жыныс безінің қосалқысына, яғни придаток яичкаға келетін болсақ, ол ата бездің қосалқы сопақша келген, оның басы, денесі және де ұшы болады. Ата бездің торынан 15-16 түтікшелер шығып, торланып, қосымшаның басын пайда қылғызады. Қосымшаның түтікшелері иректеліп, төмен қарай бағытталып, қосымша өзек пайда болғаннан кейін ұшында бірігіп, шәует шығарушы өзекке қарай жалғасады. Жалпы Бейнероликті тамашалап біттік. Енді тапсырмаға көшетін болсақ, қазір жұп-жұппен осындай тапсырманы орындаймыз. Бұл және белгілері сперматозоид, жұмыртқа жасушасы, яғни құрылысы, пішіні, қозғалмалығы, қоректік заттар қоры, өлшемі және хромосома жиынтығы. Дәптерлерімізді ашамыз. Бүгінгі күнді жазып, енді тапсырма орындап бастаймыз. Сперматозоидты 1667 жылы Ленинг деген ғалым ашқан болады. Оның осы терминді 1827 жылы Бер деген ғалым енгізілген. Сперматозоид аналық клеткасына өте кішкентай және көп мөлшерде болады. Және қозғалтқыштармен ерекшеленеді. Жарайсың, отыра ғой.
Spermатозоидlari qizg'on tishli iyesi 1667 жылы spermatozoidni supererning spermasini ADN topdi. Terminli ғылымға 1827 жылы КБ енгізді. Spermatozoidlar аналық клеткаларда өте кішкентай мөлшерінің санының көптігімен және қозғалтқышымен ерекшеленеді. Жарайсың, отыра ғой. Тағы кім айтқысы келеді? Айша. Құрылысы бойынша сперматозоид ұзын және құйрықты болып келеді, ал жылдың қалыптасушысы дөңгелек және ірі. Қозғалмалығы бойынша біріншісі қозғалады, екіншісі қозғалмайды, ал қоректік зат болса, біріншісі қамтымайды, ал екіншісінде бар, ол зиготаның қорегі болып табылады. Жарайсың, отыра ғой. Келесі тағы кім айтқысы келеді? Мен Айта ғой. ерекшеліктері. Олардың көлемі үлкен, центрлары болмайды, қозғала алмайды, сары уыз және кортикалық қабаттары бар, ұрықтандыруға белсенді қатысады және арнаулы қабықшалармен көп болады. Жарайсың, отыра ғой. Сүреген видеоға. Енді балалар осы жеке тапсырманы аяқтап біттік. Енді біз топтық тапсырмаға келетін болса, қазір мен сендерге осындай қағаздарды тарататын боламын. Топ бойынша өздерің осы тақырыпта не түсіндіңдер, сол туралы қысқаша мәліметтер жазып кетсеңдер болады. Қараңдар, ортасына мысалға аналық жұмыс жасаушысы деп жаңағы жан-жағына стрелка жіберу арқылы жасасаңдар болады, немесе кесте сияқты жасасаңдар болады. Бірінші қатарға орындарынан тұрып бір-бірлеріне көрсетіңіздер. Потом будет это видео. Al ballar tapsırmanı аяқтап болып қалдық па? Енді тақтаға шығып топ бойынша немесе топ көшбасшылары тақтаға шығып өздерінің жаңағы
O'sha yerda videodan o'zingni to'xtatib Biz avatitetlasının erişiliklerini bunda skvaletli yazdık. Onda onun içinde skvaletli biri pop gerek turar yazılar ile kozalgan turalar. Kişinin ülkendeki kişiliği turar, sonra kadar ılıqlandırığa katsar немесе қатыспайтыны туралы. Şimdi bunda operetli zatlar kuramında öte көп бол, сонымен қатар ядрода гаплоидты жиынтықты хромосомалар болады. жарайсыңдар, отыра қой, молодец. Екінші топ. Кім айтады? Еркебұлан. Абыз клетканың сеткасының ерекшеліктері негізінен алтыға бөлінеді. Тек көлемі бойынша, центрлік бойынша және де қозғала алмайды. Сары уыз және корпоративтік қабыршалары бар. Ұрпақтың тандыруға Басыңыз. Тоқтамашы, тұра берші. Басыңызды болды сұрап. Овоциттардың клеткалары ерекшелері туралы алтыға бөлінеді. Көлемі бойынша, центрлік бойынша қозғала алмайды. Сары уыз және корпоративтік қабырғалары бар. Ұрықтандыруға белсенді қатады және де арнаулы қабыршалар көп болады. Жарайсың, отыра қой. Келесі үшінші топ. Кім шығады? Енді көрсетіп тұрсам балаға. Жоқ, кішкене жеткен көрсетіп. Енелдегі сапалық және аналық капиталардың құрылысын зерттеуін жаздық. Оған бізге сперматозоид, овоцит, шырыны қажасы құрылысы және аналық жыныс жасушасы кіреді. Және де бұл жерде бізде аналық жасушаның жыныстың бейнесі ол ядро жұмыртқа жасушасынан себебі тәжден және де жұмыртқа жасушаның қабыршасынан тұрады. Жарайсыңдар. Үш топта белсене қатысты өз тапсырманы. Сөйтіп видеоны. Сабақтың соңына жетіп қалдық. Енді мен сендерге кері байланыс ретінде екі сөз беремін. Мен не білдім және не түсіндім. Кім айтып осы екі сөйлемді жалғастыра алады? Типа мен не білдім, мен типа жұмыртқа жасушалар туралы білдім, не түсіндім, аталық комменталар білмей деп айтсам. Сұраса аламыз. Еркебұлан. Мен білдім, сперматозоид қаншасын шығып шықса, және де осы терминді әлемге қандай ғылым неге әлемге әкелді. Жарайсың, отыра қой. Келесі кім тағы айтқысы келеді? Айша. Мен аватиттетlasının erişilikleri және де олардың қанша топтардан тұратынын білдім. Жарайсыңдар. Үшінші топта кім айтқысы келеді? Осы жыныс жасушалардың құрылысы мен пішінінің ерекшеліктерін Жарайсыңдар тағы. Айта ғой. Мен білдім жұмыртқа жасушасының құрылысын және Жарайсыңдар, отыра қойыңдар. Бүгінгі сабақ сендерге ұнады ма? Иә. Қаттесіңдерші? Я. Я.